Ғалымдар айтты, жаңа сөздің басында айтты, қыз баланы пайғамбар не деп айтты? Не деп айтты? Қисық қабырға деді. Туралайым деп әрекет етсеңде не болады деді ол? Сынып қалады. Және қисық екен ғой деп тастап та қоймаңдар деді. Тәрбиелеңдер деді. Енді білім иелері етеді. Әйел адамды тәрбиелеп, мынау білімді сусындататын болсаң, әйел адамдар өздері қайтады екен. Отағасы осылай жүре бермей, алмайсыз ба бірнешеуін? Сіз секілді қазақтың мықты жігіттері алу керек қой деп ол өзі айтады екен солар. Не болып күлдіңіздер ғой? Күмән ба не? Сказка кетті ма? Сказка даже. Жоқ, сказка емес. Оны ашық айтайын, ол сказка емес. Ол менің сөзім емес екіншіден. Кім сөзі бұл? Жоқ, пайғамбарымыз деген жоқпын ғой. Білім иелері деп атым. Соның мамандар айтып жатыр. Сахабалардан біз көріп тұрмыз. Сахаба әйелдер сондай болған. Пайғамбарымыз саллаллаху білімін алған сахаба әйелдер күйеулер не деп айтады екен? Алыңдар деп айтады. Неге? Себебі ол сахаба әйелдер түсініп тұр ғой олар. Олар біліп тұр. Ал оны айтпайтын болсақ, жаңа айтқанымыздай қыздарымыз, әйелдеріміз жалпы. Олар күні-түн жаңағы түріктің сериалын көріп отыр, не бір сериалдарды көріп отыр. Сөйтеді, ол ойлайды, соны салады ғой сен. Блин, сен жас қыз алатын болсаң, болды, мен ойыннан шығамын деп қорқады олар. Болды, вниманием бәрі сояққа кетеді. Маған қараусыз қалып кетемін мына жерден. Деп бүткіл несін салады, күшін салады саған. Лиж балдырмауға. Жаңағыдай түсінетін болса, ол не істейді? Мына өмірдің жалған екендігін түсінеді. Ұрпақтар көп болатын болса, ертең сол артымыздан көп дұға қылатынын түсініп тұр. Сосын ол түсінген қыз бала не деп айтады екен? Алыңыз деп айтады екен. Арабтардан көріп жүрміз, арабтардан. Оны біздің ата-бабаларымызда да біз көргенбіз. Ата-бабаларымыздың да. Әрқайсының бірнеше әйелдері болған. Сол үшін жаңа айттық, дұрыс қабылдайық. Көп әйел алуға ешкім айтып жатқан жеріміз жоқ. Ол бар нәрсе. Алынса жақсы екен, алынған екен қарайтын болсақ, ол да жақсы екен. Ертең Алланың алдында жүзің жарық болады. Бірнеше адамның дүниеге келіп не себепші болдың? Жесірге баспана тауып оған қарадың. Алланың алдында марапат